Ассалаумағалейкум достар, сен бірге мен Алелек. Короче, достар, бүгінгі видеода мен сендерге күшті жаңалықтар айтатын боламын. Ең бірінші, Tiny магазин қашан шығады және сол Tiny магазиннің главный наборы не болады, ішінде не заттар болады, соның бәрін айтатын боламын. Екіншісі, алдында Гарена Винчестерге скинді оружиеді шығарам деп енді орнына М алып шығарып жіберді. Енді сол Винчестер қашан шығады және де қандай ивенттен шығатынын айтатын боламын. Так что видеоның соңына дейін қара лайк басып барындағы тірекел. Және достар, айтқым келетіні, 200 подписчик болғанда мен өз подписчиктермен видео түсіретін боламын және де бір аккаунт ойнататын боламын. Енді ол видеодан айтпаймын, оны бөлек турнир етіп стримде ойнататын боламын. Алдын ала айтайын, ол аккаунт ботский емес, нормальный донат салған, әйтеуір донаттың иісін сезген аккаунт. Сондықтан достар, 200 подписчикке дейін тездетіп жеткізіп тастайық. 200 подписчикке сәл қалып тұр, келеді 5-6 подписчик, и ендеше видеомызға кеттік. Ең бірінші, Tiny магазин қашан шығады, датасын айтып кетейін. Қыркүйек айының 18 мен 25 күні аралығында болады. Ішінде не заттар болады и главный набор не болады айта кетейін. Достар, мына Tiny магазин толығымен Бумажный дом сериалына арнап шығарылады. Яғни Free Fire мен Бумажный дом біргеді. Tiny магазиннің главный наборы бізде сериалдың главный киімі, преступниктер киетін киім өте әдемі. Маған сериал ұнағаннан кейін мына киім өте қатты ұнайды. Негізінде Бумажный дом қарағандардың бәріне осы киім ұнайды деп ойлаймын. И ішінде не заттар болады, ішінде автоматтарға скиндар, лутбокс и таки анау-мынаулар болады. Бұл туралы мен уже жеке видео шығарған болатынмын. Сол видеоны көрмесеңіздер, сілтемесін міндетті түрде описанияға и закрепленный комментарийге қалдыратын боламын. Бірақ та ол видеода көрсетілген заттардың барлығы Tiny магазинде болмайды, кейбір ғана болады. Бумажный домға қатысты ивенттер, событиялар біздің регионда 6 қыркүйектен бастап шығарылады. Бұл ақпаратты мен Free Fire'дың официальный группасынан и Жапканың группасынан алған болатынмын. Точкасы қойылған, бірақ та Винчестер сияқты лақтырып кетпесе болғаны. Ал екінші жаңалық, бізде Винчестер, көбі күткен Винчестер, яғни алдында оружейниеге шығуы керек Винчестер, бірақ Free Fire оны шығармайды. Өйткені Винчестерге Папуа скинді екінші рет шығарған болатының, и екі Винчестерді бірдей уақытта шығарғысы келмеді. Сонда да бұл жаңа Винчестер түбі шығады. Қандай ивенттен соны айта кетейін. Басқа региондарда Винчестерді осындай событиядан түсіріп алып жатыр. Мінекей осындай ивент ішінде эмоция, сумка, парашют и тағы да лутбокстар бар. Бірінші 9 алмазға, екінші 29, үшінші 59, 99 и солай кете береді. Енді, как обычно, көте ауырларға ең соңы түседі, ал көте жеңілдерге ең бірінші түседі. Негізінде жасырылған картаны дұрыстап тапсан, 9 алмазға смело түсіріп алып кете беруге болады. Картада жасырылған эмоция, жаңа эмоция, керемет эмоция. Бұл енді қашан шығады? Где-то бір 1-2 айдың көлемінде шығу керек. Точно датасын білмеймін. Негізінде бұнан ивенттің точно датасын, қашан осы Винчестер скриншотының точно датасын ешкім айта алмайды. Мен просто өзім болжам бойынша где-то 1-2 ай деп тұрмын. Енді алда уақытта тағы да бұдан да басқа датасы өзгеріп кетуі мүмкін. Ал бүгінгі достар, менің ізденіп сіздерге айтқым келген жаңалығым осындай. Лайкпен қолдап, жылы лебіздеріңізді білдіріп, күшті пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Бастысы арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге оған мен Алелек. Короче, достар, сау болыңдар.